Бәріне сәлем. Intense Maths онлайн курсының екінші сабағы. Егер сіз мынандай есепті, немесе мынандай есепті, немесе мынандай есепті Ну нахер. Отец! көріп қорқып кетсеңіз, сіз бөлшектер туралы білмейсіз. Сондықтан математиканың бастапқы тақырыптарының бірі бөлшектер туралы және бөлшектерге амалдар қолдану туралы үйренгеніміз жөн. Видеоны ерінбей соңына дейін көріп, жазып алыңыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін жай бөлшектер мен жай бөлшектерге амалдарды қолдану туралы өтетін боламыз. Жай бөлшектер m бөлінген n түрінде жазылады, және m мен n деп отырғанымыз ол кез келген натурал сандар. Бөлшектің жоғарғысы ол алымы деп аталады, ал төменгісі бөлімі деп аталады. Және оқылғанда ең алдымен бөлімін, содан соң алымын айтамыз. Яғни 2-ден 1, 3-тен 2, 2-ден 4 немесе 4-ті 2-ні бөлгенде 2 деген секілді. Санды бөлшекке қосқанда сол бөлшектің ол бүтіні болып табылады. Мысалы, 1-ді 2-ден 1-ге қосқанда 1/2-ден 1. Және бұндай бөлшекті аралас сан деп атаймыз. Аралас санды жай бөлшекке айналдырудың формуласы. Мұқият қарап алыңыздар. Ең алдымен бөлшектің бөліміне көбейтіп, содан соң оны алымына қосамыз. Шыққан мәнді біз алымына жазамыз. Осылайша біздің аралас санымыз жай бөлшекке айналады. Бөлшекті бөлшекке қосқанда ең алдымен ортақ бөлімін береміз. Ортақ бөлімі деп отырғанымыз ол 2 бөліміне бірдей қалдықсыз бөлінетін санды айтамыз. Мысалы, 5-тен 1-ді біз 3-тен 2-ге қосайық. Егер ортақ бөлімін таба алмай жатсаңыз, бөлімдерін көбейтсеңіз болады. Яғни 5-ті 3-ке көбейткенде 15. Содан соң алымдарын былай сызамыз. Енді 15-ті 5-ке бөлгенде бізге 3 болады, ал 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады. Осы жазған сандарымызды алымдарына көбейтеміз. 3 қосылған 5-ті 2-ге көбейткенде 10. Осылайша бізде 15-те 13 пайда болады. Әрине, бөлшекті бөлшекке тез қосу үшін көп практиковаться ету керек. Бөлшектен бөлшекті алғанда дәл сол қосу секілді, бірақ та қосудың орнына минус таңбасын қойып аламыз. Яғни банағы мысал бойынша бұл жерде 3 пен 10-ды қоспаймыз, ал аламыз. Минус 7 шығады. Яғни минус 15-тен 7 деген мәнді аламыз. Бөлшекті бөлшекке көбейткенде ең алдымен бір-біріне қарама-қарсы жатқан сандарды қысқартамыз. Қысқарту дегеніміз ол 2 санның ортақ бір санға бөлінсе, соған бөлеміз. Мысалға, 5-тен 8-ді 4-ке 15-ке көбейткенде, бұл жерде 5 пен 15 бір-біріне қарама-қарсы тұр, және екеуі де 5-ке бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлгенде 1 болады, ал 15-ті 5-ке бөлгенде 3 шығады. Сол секілді 8 пен 4-те бір-біріне қарама-қарсы тұр. 8-ді 4-ке бөлгенде 2, ал 4-ті 4-ке бөлгенде 1 болады. Енді жазсақ, бізде бірінші бөлшекте алымында 2, ал бөлімінде 1 қалады. Сол секілді екінші бөлшекте алымында 3, ал бөлімінде 1 қалады. Енді 2 мен 3-ті көбейтіп, 6 деген санды аламыз. Егер ешқайсысы қысқармайтын болса, онда солай көбейте береміз. Мысалға, қысқармайтын сандар жазып көрейік. 7-тен 2-ні біз 3 пен 2 дейсайық. Бұл жерде ешқайсысы қысқармайды бір-бірімен. 2-ні 2-ке өткенде 4, 7-ні 3-ке өткенде 21 болады. Бөлшекті бөлшекке бөлгенде қарапайым екінші бөлшекті айналдырамыз. Мысалға, 6-тан 2-ні 4-тен 2-ке бөлейік. Бұл жерде бөлуді көбейтуге айналдыру үшін екінші бөлшекті 4-тен 2-ні
біз айналдырып 2-ден 4 деп жазамыз. Осыдан 4 пен 2 бөлініп кетіп 2 болады, қысқарады, немесе 2 деп айтсақ болады. Сосын 2 мен 6 қысқарып 3-те беріп, бізге соңында 3-тен 2-ні береді. Бөлшекті бөлшекке қосу, азайту, көбейту, бөлу деген нәрселерді үйрену үшін біз көп практикаларды айтуымыз керек. Яғни өзіміз ойдан бөлшекті бөлшекке қосып, азайтып отырсақ, тез үйреніп кетеміз. Себебі бұл тақырыптар тек қана есепті көп шығару арқылы үйренуге болады. Видеоны көріп болған соң, видеоның астында тесттер болады, және видеоның астында жазбалар бар. Сол жазбаларды қайттан оқып, қайталап, тест тапсырып көрсеңіз болады, өз-өзіңізді сынап. Назарларыңызға рахмет, келесі сабақта көріскенше. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.